Аққулы ауданының ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімімен тіл саясатын дамыту шаралары жалғасуда. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңын сақтау мақсатында құрылған топ кезекті жоспарлы мониторинг жүргізді. Мониторинг барысында аудандық салық басқармасы, Нұр дүкені, дәріхана, Ертіс шағын маркетінде, Қазақтелеком торабы, Аққулы, Қарақала ауылдық округтеріндегі қызмет көрсетушілерге тіл туралы заң талаптарының жадынамалары таратылып түсіндірілді. Аталған мекемелерде қызмет көрсету заңнамада көрсетілген тиісті деңгейде жүргізіледі. Ресми тілде уақытша хабарландыру әділген жауапты мекемелерге тіл заңнамасына сәйкес ескерту хаттары жолданатын болады. Аудандық кітапханаларда «Қазақ тілі менің ана тілім, тіл тағдыры ел тағдыры» атты кітап көрмелері жас ұрпаққа тіл құдіретін есту мен оқу арқылы бойына дарыту шаралары жүргізілуде. Сонымен қатар тіл жанашырларының әлеуметтік желілерде видео көрмелері жарияланып тұрады. Ақкөңіл газетінде тілге қатысты мақалалар, латын графикалы қазақ әліпбиін қолдайтын басқа да шаралар жарияланды.